как. О. Трибуну притащили. И вон трансляция экрана идет. У нас не было этого. Никак не могли. У нас куча информатиков, никто не может толком сделать. Да, слышно? Да, слышим. Видно презентацию? Видим девушку за трибуной. А презентацию? Да, видно. Я пойду в свой кабинет. Зерттеуші. Бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақ тілі грамматикасы. Бағдарламаның мақсаты оқушының жас ерекшелігін ескере отырып, қазақ тіліне түрлі логикалық тапсырмалар беру арқылы білімнің беріктігін қамтамасыз ету, баланың шығармашылық қабілетін дамыту, интеллектуалдық деңгейін арттыру, қазақ тілінде еркін сөйлеуге үйрету, қазақ тілі грамматикасы оқушылардың білім деңгейін арттырып қана қоймай, буду участник этой конференции я и школа Назарбекова. басында мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын сақтай отырып, басқаша құрастырып, шығармашылық ойын дамыту. Там группа... я же вам ссылку скину, я же... Және білім дағдыларын қалыптастыру. Оқушының пәнге деген... По этой ссылке подсоединяйтесь, я кинула ссылку. Абига Тахтамысовна, я ссылку кинула, подсоединяйтесь туда. В группу аттестация. Бастаушының оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту, болашаққа кез келген қиындықтармен күресуге, жаңа шешімдер табуға үйрету. Они тоже так же. Все. А? Нас, Марина Леонидовна, у нас очень жарко. Каждый... У нас тоже очень жарко, у нас под 60, наверное. Да, у вас... Даже кондиционеры не справляются, очень жарко. Ну давайте, девочки, удачи. Мен Атырашев Бабек атындағы немесе 8-ші жылғы Казахстан информатика Она это художественный труд. Где Жанара Алимбекова? Ее ж не эти. Гамма делала презентацию. Бұл қазір құрылдырау бағдарламасы жаңа талымда практикалық бағдарлама бірінші бұл бағдарлама жаңағы бағдарламасында болатын қазіргі таңда өте актуалды бағдарлама болып табылады. Соның ішінде 85 проект архитектор, инженер, дизайнерлердің жұмысын, яғни бизнес алға бастап отырған өте өзекті бағдарлама болып табылады. Бұл бағдарламаның негізгі ерекшелігі мектеп бағдарламасында оқушыларға жастар мектептерінде программалар түсіндіру және ол бағдарламамен үйрене отырып түсіндірме жұмыстары түсіндіруде зертханалық жұмысты түсіндіру болып табылады. Шымкент қаласы Атыраш Назарбеков атындағы номер 8 жалпы орта білім беретін лицейінің биология пәні мұғалімі Даубаева Динара Талғатқызы мұғалім тақырыптарынша 14 сұрағы бар.
ұсынылған әдістемелік нұсқаулығы мен биология пәнін оқыту әдістемесі. Әдістемелік нұсқаулықта биология пәнін оқыту әдістемесі мен ағылшын тілінде сабақ беру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылық арттыру, үш тілді білім беру бағдарламасына негізде үш тілді арттыру, болашақ әлемге білім беру, елдің жоғары білімді азаматтарын тәрбиелеу, саналы білім беру және рухани қазынасын әлемнің үздік идеяларын көтеру мәселесі қарастырылған. Әдістемелік нұсқаулықта биология сабағында сәйкестендіру, сосын мәтіндік жұмыстар, сұрақ жауаптар жинағы бар және ағылшын тілі мен үш тілділіктің полиглоты бар. Қорытынды келе жатқысында математика бағытында пәндердің тілдер кіргізе үдерісінің сапасын жоғарылатып қана қоймайды. Сонымен қатар мектептегі білім берудің маңызы мектептің оқушылардың пәнаралық байланыс негізінде ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселесі шешуді кездеседі. Сондай-ақ біз екінші тілді меңгеруге оқыту және кезінен қадам басып отырып, бірнеше жыл бойы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде клин әдісін ұсынды тұстарын мұғалімдер ғана емес, оқушылар, ата-аналар да және екінші тілді білу, осы көп тілділік, ағылшын, орыс тілі әдістер қосылған бұл тақшыда. Рахмет. Ребята, там авторская программа, она лежит в сайте шапки. Отсканируй. Все. Николаю Бугаеву. Спасибо. Не разговаривай. Не разговаривай. Ждем демонстрацию экрана. Видно? Доставил, куда есть один? Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен Шымкент қаласы нөмірі 87-ші жамбыл назар жалпы қазірдің бас қаласы оқушыларының әркімге жұмыс жасап үйретуіміз еліміз жолдары. Жүрдегі бас қатырылып кеткен мақсаттары тілді оқу дағдылары арқылы оқушылардың әдебиет пәнінен алған білімдерін жеткізе отырып, тіл байлықтарын өз ойларын себебі ата-аналы әрі көркем жеткізу дағдыларын дамыту. Өз ойын сауатты жеткізуге жеткізу, оқу сауаттылығын дамыту, оқуға деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың білімге деген құштарлығын, еңбексүйгіштігін арттыру. Енді бұл жерде менде басты міндетіміз бұл жерде балалардың жүрегіне ізденбарлық ұшқынын жағу.
Оқушылардың табиғат қоғам өмір адамдардың еңбек қызметі алғындерін байыту, келеу дағдыларын жетілдіру, оқуға деген қызығушылығын ояту, қызықтан танымдықтарын күшейту, бастаушылық оқушылардың шеңберін оны жақсы өтуі кеңейту, зейінін жете сақтау қабілетін байқағыштығын шығармашылық қабілетін дамыту, көркем және ғылыми мәтіндерді олардың ерекшеліктеріне қарай қабылдауды қамтамасыз ету, оқу және балалар кітаптарымен жұмыс істеуге үйрету, ұлттық сана сезімді тәрбиелеу. Енді білім нәтиже жүргізеді. Сауалды оқулары қалыптасады, мәтіндер ажырату мазмұнын түсініп, қалай алуға машықтанады, тіл байлығы жетіледі, өзінің мақсаттылығы дамиды, өзге пәндерді меңгеру дағдылары артады. Шығармашылық тапсырмаларды білдіреді. Және енді білім сапасын арттыруға тиімді мақсатқа жету үшін сабағымызға неше түрлі әдіс тәсілдерді қолданамыз. Соның бірі мына жерде поэма өздерін шашты, болжау, призм, осы сияқты 5 жыл өлеңдер, тұжыр пресіп, отыру сияқты қолданылатын әдіс тәсілдер өте көп. Мына жерде ТМЖ сабаққа берілген біздің жетістігіміз оқушылардың көрсеткеніміз, пациенттеріміз жалпы рахмет. Рахмет, апай. Сәлеметсіздер ме әріптестер, қайырлы күн баршаларыңызға. Мен номер 87 жалпы орта білім беретін мектептің бастаушысының мұғалімі Көкбекова Альмира Әбдібаевна. Менің бастаушының оқушылардың оқу дағдыларын қалыптастыру мақсатым қалыптастыру арқылы олардың оқу белсенділігін, мәтінді түсіну дайындығын қолдау қабілетін арттыру, шығармашылық ойлауын дамыту және оқу процесіне деген қызығушылығын ояту. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың оқу дағдыларын дұрыс оқу, мәнерлеп оқу, оқу жылдарының арттыруын қалыптастыру, оқушылардың мағыналы оқу қабілетін дамыту, мәтіннің негізгі ойын түсіну және нақты сұрақтарға жауап беру дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық оқу арқылы оқушылардың тіл байлығын арттыру және өзін-өзі шығармашылық тұрғыдан көрсетуге мүмкіндік беру, оқушылардың оқу үдерісінде деген қызығушылығын арттыру үшін тиімді және қызықты әдіс тәсілдер қолдану, оқушылардың сыни ойлауын дамыту, мәтіндермен жұмыс жасай отырып логикалық ой қорыту қабілетін арттыру. Оқу жұмыстарын жеке жұптық және топтық жұмыстар түрінде ұйымдастыру арқылы балалардың әлеуметтік дағдыларын дамыту, оқушылардың оқу нәтижелерін тұрақты түрде бағалау және өздерінің оқу жетістіктерін талдай білу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі, бұл бағдарламаның өзектілігі бүгінгі білім беру жүйесінде оқушылардың оқу дағдыларын дамыту мәселелерінің маңыздылығымен тығыз байланысты. Оқу дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру реформаларының негізгі бағыттарының бірі. Бағдарламаның бүгінгі таңда білім беру процесінде оқушылардың тек оқу дағдыларын ғана емес, оның шығармашылық және әлеуметтік дағдыларын дамыту да үлкен маңызға ие. Қорытынды. Бастаушының оқушылардың оқу дағдыларын дамыту қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Мұғалімнің міндеті әр оқушының қызығушылығын оятып, заманауи әдістерді дұрыс құрамында сабақта тиімді қолдану. Осылайша болашаққа нық қадам басатын білімді, бәсекеге қабілетті және өмірге бейімді тұлғаларды тәрбиелеуге болады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Мен зерттеушінің қайта педагогпын.
Olmaydı. Nasıl olmaydı? Her kumaşlarınız var. Şimdi olsa da kısa bir noktanın yüksek bir problemler bir paylaşımlarda sadece paylaşımlar. Bağdarlamanın maksatı, okuşlanmış anlaşılmasını uygulananlardan, tümün yöneticilere paylaşımlar kabul edilecek. Ben mazlum kalı yeni yaratıcıyla çeşitli fabrikinde anlatılmış. Bu aktarlar seviyeli bölümde bağdarlama şartlarında okuşlar mücadelelerini avcılıkları söylediği dağılığından anlatılan sınır şanlıçlık kabul edilecek tüm yöneticilere paylaşımını gibi merhum mazlum kalıda iyi yaratıcılar da sağlıklı şekilde fabrik olan rengirimizin yaratıcısı bağlamında. Tüm bölümü burada önce bölüm seçen işler açılımı izleyelim. Jadi aparat komunikasi teknologisi, sınıf teknologisi, şekilli teknologisi, özgür teknologisi, doktor teknologisi akıllıkları. Yedinci bölüm, sınıf uygulamaları hakkında konuşulur. Bu jadi dengeli sağlık teknologisi, problem teknologisi, merkezi teknologisi, yani intervensiyon teknoloji. Üçüncü, teknolojinin merkezi takımında üçüncü bölüm, sağlık şirketler pedagojik teknoloji, özgürlükten teknolojisi, yani intervensiyon teknoloji kullanan. Dördüncü bölümde şartlaştırma uygulamalar ve kurumda şirketler takımından alalım. Bu cümle okuşların okuyucu eksiklerin bağlarız. Türkiye bölümü var. Bu nasıl olsa bitti mi bilmek? Bağlarlama oluşturuyor taraftarı. Bilgisayarın atasına bir saatten senin kullanılan Amaçlarına bugün arkadaşlar şimdi fazla spesifik çalışmalar ayrılma. Yine arkadaşlar bu arkadaşlar buluşlar boyu kalıyor bu başkalaşım buluşlarına böyle geliştirdiklerine bağlı. Başkalaşım buluşlarına jat erişimlerine karar bunların alındığı кезеңдегі көрнекті бейнелі ойлаулардан келіп ойлардан түсініктеме дамытуға көмектеседі бұл бағдарлама. Сондықтан бастаушылықтарда оқушылардың ойлауларын қалыптастыру өте маңызды. Бастаушылық оқушылар логикалық тапсырмаларды орындау арқылы өздері логикалық ойлау дағдыларын дамыта алады. Бастаушы логикалық ойлау дағдыларын дамыта отырып, амал тәсілдер арқылы сол логикалық ойлау қабілеттерін өмірде де пайдаланады. Өмірмен байланыстыра алады. Оймен дамыта оқу арқылы логиканың амал тәсілдері, ұғым, пайым, ой қорытындысы, индукция, дедукция, тағы басқа қолдану, ақылды байланыстырып сөйлеу, бұның бәрі осы бағдарламаның ішінде жазылған. Біртұтас жүйе ретінде өзара сабақтастырып іске асырылса, балалардың жас ерекшеліктеріне, меніңше жастағы оқушылар кезеңіндегі психология ерекшеліктері, ұлттық психология негізделіп, ойы мен тілін дамытуда осы бағдарламада зерттеп біле алады. Nasıl? Нет, по-грязно. Şimdi Malasya Adres Yazılı Bankı'nda üniversitesi Çalporta Mektebi matematiklerden muayene. Çalporta gibi gözünü çevirişi pedagog zevkli Ülker. Bugün hattırı kaliteli kuralını takip
математика сабағында істем есептер арқылы оқушылардың физикалық сауатын дамыту. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың математика сабақтарында істем есептердің арқылы оқушылардың физикалық сауатын арттыру. Функционалдық сауатын қалыптастыру оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, сауатты оқушы қалыптастыру. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытудың үйлесімді жолдарын түсіну. Әрбір оқушы құрастырған есептерді оқушының ойлау қабілетіне, санасына, ықпал етуіне, көпшілікпен ақылдаса отырып, ортақ шешім шығаруды қалыптастыру. Әр сабақ барысында өздерінің шығарған есептерін шығару жолдарын өздеріне талдата отырып, оқушылардың көзқарасын, ойлау дағдысын, ортақ шешім қабылдау, ортақ шешімге келуді дағдыландыру. Оқушылардың жас ерекшеліктері мен мінез құлықтарына баса назарды аударып, көптеген кедергілерді жеңуге болады. Әр сабақты қызықты етіп, ертеңгі сабағына асыға келуге ықпал ететіндей етіп, сабақтарды түрлендіріп, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану, ол әрбір мұғалімнің міндеті деп есептейміз. Ол үшін сабақты әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың ой өрісін оқушылармен санасып, есептерді тиімді жолдармен қызығушылығын арттыру арқылы теориялық білімдерді қалыптастыру. Теориялық білім оқушының ең басты назарында керек. Назарларыңызға рахмет. Категория зерттеуші стажы 18. Мен математикалық сауаттылық және ой дамыту. Мақсаты оқушылардың танымдық қызығушылығы мен ақыл-ой деңгейін қалыптастыру. Оқушылардың игерген білімдерін күнделікті өмірде пайдалана отырып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білу және үйрету. Міндеті оқушылардың өз бетінше іздену әрекеттерін қалыптастыру, есте сақтау арқылы логикалық ойын дамыту. Келетін нәтиже оқушылардың танымдық қабілеттерін есте сақтау, ойлау, дамыту оқу процесінде маңызды орын алады. Оқушылардың оқуға деген қызығушылықтары мен белсенділіктерін арттыру. Или НЗП, или физика. Информатика. Şirket havada 8. sınav orta kriterinin yeni sınıf kaynaklarını savaş teknolojisi sağlamış. Anadolu pedagog sanatçı zeytüşüge ödeyim çağırdım koyarlarsa. Demek yaptığımız parçalanan dini terbiyesinin teminin okutduğun kimde ertesleri okul spor oyunlarını yürütür. Bağlamalanan maksatları. Aslında bağlamalanan dini terbiyesi teminin okutduğun kimde ertesleri okul spor oyunlarını yürütür. Okul bravo oluşlardır. Okul spor oyunlarının dini terbiyesinin bilgisinde aynalasıda artık sağlıklı ve sağlıklı kaplatları. Cennet Kadar Kanunun medeni klasının boyunca sınırlığı başlayan. Bu oyunda tek kalan spor temiz,
ұлттың рухани құндылығы, оқушылардың ұлттық спорт ойындарына үйрету арқылы дене шынықтыру қабілетін дамыту, ұлттық құндылықтарды дарыту, насихаттау. Бағдарлама соңында оқушылардың ұлттық ойын түрлерін меңгеріп, дене дайындығын арттырып, ұлттық сана сезімі дамиды. Командалық жауапкершілік, төзімділік пен көшбасшылық қабілеттілігін қалыптастырады. Молодец. This slide, Parmenas. Давайте слайд панel. Şükür babasının mümkünlerini aşırısını güneşlerinde zaten takım gereklilikleri kriterlerin başarısını muhafaza Yine bir uygulamada da bayramın sanatı bedava sanatçı istersen bir yapalım. Benim bazı Allah'ın tahtaları da çalışmalarının potensiali dağıtılarını kalklaştırıyor. Bazı Allah'ın maksadı, yolculukların zaten dağıtıları, şarap kalırken arka suatlarının artırıyor. Hakikaten yolların tutuluşlarının konusunda ademi zararının konsantrası edilir. Bağdalamanın cümlelere, zaten kurmak istiyorsun, yani bu kişilerin fikirlerini İslam'ın farklı cadı hareketine dayandı. O kişinin cadı hareketine bir kualda ilgisi kucağınetler kıyıda kapılamışlar. Hareketlerin kurulunun grafikal elementlerini dışarıda bağlı tutulur. Dolayısıyla fazla vakıfı kızdırdığı dışarıda bağlı arkadaşlar yeri zorladı mengördü. Bağdalamanın stillerinden bağdalamadan. Bağdalamanın doğrultuları Не слышно. Не слышно. Çok olabilir. Bunca bir maksatı oluşlarda şarkıcı katkı arkalar. Kanında kabinetlerin suçlarının arttırılır. Bilse de Дети великого жена, да ее. Хорошая работа. bundan oradan harici bu direkt suçun olaylarda cadı. Bunca kalkaskan hazikiler kabinetler kutular kalkası. Bir de Tekirdağ kabinetler çözümlerden terbiye bundan kolay bir tarih kuralı bilimler Türkiye kolay bir anlaşmaları Şıramışın saklı oluyor işlerinden algan bilimleri şıramışın işlerinin müştaklarabilir. Bir zükketler işi kısık zamanda bilim akbarat teknolojiya teknikler Ancak karşılaştığımız zamanda kolonyalın ulusal kuruluşlarından dolaşan çalışmaların sanatını sürüyor. Sonunda ulusal yüksek meselelerin şişkin tavrı, ulusal kolonyalın Türkleri tarihine umuyla ulusal kuruluşların boyunda ülke ızgar kasitlerde canlı kuvvetli çünkü tuğra kalkılaştırılıyor. Bunların üstlerin neticesi okuşlarda bir şundan vartılar, Müzbenin benim bağlay bölümü, yani ulusal kolonyada zamanların kalıp gazete janrı
Өмірде сонда пайдалана білу. Одан соң. Он минут уақыт қалды abi. Sizden de sen bana başlayınız. Benim kafamın teknolojiler olduğunda kısa zamanda erkeğin şu teknolojisinin ne var bir bağda var. Bu çalışmalar sınav ve karbon bazında eski bağların ardından adet zamanda erkeğiyle toplam müzik bilgileri aslında eski bağların meselesi Mesela kaplı bir yönetimi medeniyeti durmuyorum var. Bir kastırı zaten bir yerde bizim davranışımız istiyor. Bir soru şu bir bütün halk oynuyor. Zirve hazırlık zamanı bir meselesi bu. Mesela hazırlık Geçirken kalsa biraz materyal yazılmasını geliştireceğim. Bunların bir kere ben varım. Sağlık şeyler. Şimdi motivasyon böyle bir şey. Natıl bağlamaların takımı bugün bir takımda oluşturulan ama şimdi şivelikleri dışında var isterim. Bağlamaların özellikleri sosyal medyaların oluşturulan teknik alışlanmışlık faaliyetlerinin artırılması әдістемесі бойынша заманауи IT көркем еңбектер мен техникалық құралдарды қолдану болып авторлық бағдарламаның міндеті көркем еңбек пәнін оқытуда оқушылардың техникалық шығармашылық қабілеттерін арттыру, әдістемесі бойынша заманауи IT көркем еңбектер мен техникалық құралдарды қолдану жайлы теориялық әрекеттілік мәліметтерді де қамту болып табылады. Авторлық бағдарламаның мақсаты көркем еңбек пәнін оқытуда оқушылардың техникалық шығармашылық қабілеттерін арттыру әдістемесін жасау. Авторлық бағдарламамыздың негізгі 34 сағатта есептелінген лекцияны 12 сағат, семинар сағат 10 сағат, практикалық сағат 10 сағат. Онда бойы тыңдаудан тұрады. Быстро говорит. İçinde kalası üniversitesinde sanat Так, у меня один остался. Один остался. У меня очень собственный. Максаты выше. Нет, уже выше. Я Okuşlar završené během dávka otrů, dávka během mávista. Dokumenty sabahında terbiye během mendiyette can çatırdanan ciddi kullanım kalkasını bulmaktan жаңа технология boyunca әдістемелік жүйенің басты бөлігі standart қолданбалы өнерді бүкіл еңбек сабағында қолдана білу болып табылады.
Жолдары арқылы оқушылардың кәсіби қызығушылықтары мен дағдыларын дамыту, оларды болашақ еңбек нарығына дайындау қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі басты мақсаттардың бірі қажет. Әдістемелік нұсқаулықта көркем еңбек пәнін оқытуда ілгерілетуде инновациялық әдіс, көркем еңбек пәнін оқытуда оқу мен оқытуда ілгерілетуде инновациялық әдіс тәсілдерді қолдану технологиясы жайлы әдістемелік көмектер ұсынылған. Сұрағандарыңызға рахмет. Тоже молодец. Слушаем вас, слушаем. Просто уже сиденье болит. Мы стоя будем слушать. Шығармашылық желісімен керек. Сонда да, сондықтан да әрбір оқушының қажетіне қарай білім беруді, оны егістікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен жасалуы керек. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технология Игорь Мишетта. Ой, молодец. Теперь я зачитаю потом. Все, да? Все, красиво так. Еще раз. Правильный чемпионата. Разрешите, я представлю свою работу. У меня очень коротко и ясно здесь на казахском и на русском языках. То есть моя тема развитие читательской грамотности на уроках русского языка и литературы. То есть қазақша айтатын болсақ, ең тиімді туралы айтатын болсақ, авторлық бағдарлама жалпы білім беру ұйымының орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімдеріне арналған. Оның мақсаты орыс тілін оқытуда теориялық білімді меңгерумен қатар, оны іс жүзінде қолдану үлкен рөл атқарады. Көптеген оқушылар үшін тақырыптарды түсіну оңай бола бермейді, сондықтан бұл олардың кәдімгідей осы мәселесін шешу мақсатында развитие читательской грамотности на уроках русского языка и литературы атты авторлық бағдарлама әзірленген болатынбыз. Ол тіл туралы білім жүйесін түсінуді, орыс тілінің негізгі бөлімдерін терең зерттеуі, және де орыс тілін меңгерудің тұрақты дағдыларын қалыптастыруды, және сөйлеу мәдениетін жетілдіру қамтамасыз ету үшін жасалған бағдарлама деп есептейміз. Қазіргі білім беру талаптарына сай оқушылардың танымдылығы, белсенділігін арттыру басты міндеттер екенін бәріміз білеміз. Ұсынылған бағдарлама орыс тілі пәніне деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, ғылыми зерттеу дағдыларын жетілдіруге және практикалық білімдерін нығайтуға ықпал етеді. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға және қалған білімдерін өмірде қолдануға мүмкіндік беретін екеніне барлығымыз көз жеткізіп отырған болатынбыз. Сонымен қатар осы жұмыстары қарай біз күшейтіп нығайтып жүйеге келтіретін болсақ, біздің оқушыларымыз орыс тілге деген өздерінің қызығушылығын үлкейтіп, біздің де жұмысымыз көзге көрінетін болады деп есептейміз. Сондықтан негізі айтатын дүние өте көп, бірақ қысқа
қысқа нұсқағанда қысқа айтып жатқан жайымыз бар. Сіздермен керемет жұмыс жасап жатырмыз. Әрі қарай да жұмысымызды жалғастырамыз деп сенім білдіремін, Марина апай. Осы біздің алтын көпіріміз көп рахмет ұйымдастырған үшін. Бізде